Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Казонимус арнасы. Майнкрафт ойынын кімдер не үшін қандай мақсатта шығарды және Майнкрафт ойындағы главный персонаж Стивтің өлген баламен байланысы бар ма? Херобрин жайлы ащы шындық және Майнкрафттағы қорқынышты теориялар мен ащы шындықтар жайында бүгінгі видеода айтатын боламын. Сонымен қатар Майнкрафттағы қорқынышты дауыстарды, белгісіз құбылыстарды және Майнкрафттағы құбыжықтар мен тозақ порталының негізгі құпиясын білетін боласыздар. Видеода қорқынышты әрі қызықты моменттер өте көп болады. Сондықтан да видеоны термей соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Ал біз видеомызды бастаймыз. Майнкрафттағы музыка ойнататын дисктерде негізінен тек қана көңілді және серуенді музыкалар ғана болады. Бірақ 11 мен 13 дискте ондай емес. 11 дискте сіз біреуден қашып кетіп бара жатқан Стивтің дауысын естисіз. Драконды жеңу үшін тозақ порталынан ресурстар жинап және эндер порталға тап болу керек. Не үшін Майнкрафттың миссиясы бұндай және тозақ порталы мен эндер порталында не үшін құбыжықтар көп? Және эндер порталға тап болу үшін тозақтан шайтандардың көзін алып портал жасау керек. Сонда түсінігіміз бойынша дракон бұл сатана. Сіздер сатананы жеңесіздер, ал құбыжықтың барлығы оған бағынады. Иә, бұл өте қорқынышты теория, бірақ шындыққа да жарасады. Майнкрафтты шығарған разработчиктердің айтуы бойынша Майнкрафтқа ешқандай да Херобрин деген персонаж қосылмаған. Тіпті өздерінің ресми парақшаларында солай жазған. Бұл персонаж Стивке ұқсайды, бірақ оның айырмашылығы екі көзі жанып тұрады. Бұл персонаж ойында болмаса да, ойынға қосылмаса да, кейбір адамдар бұл персонажды ойында көрген. Енді сұрақ туындайды, разработчиктер ойынға бұндай персонаж қоспаса, бұндай қорқынышты персонаж қайдан шықты? Сонда Майнкрафттың ішінде тірі құбылыс бар ма? Және Майнкрафтта песок душ деген блок бар. Ол блокқа жақсылап қарайтын болсаңыз, өлген адамдардың суретін байқайсыз. Олардың түрлерінің екі көзі қатты ашылып, ауыздары айқайлап тұрған сияқты болып көрінеді. Бұған байланысты теория Майнкрафтта ақырзаман болып қойған, және ол болған кезде адамдардың көбісі жойылған, құбыжықтар жерге түскен. Ал сол жойылған адамдар осы блокта қалып кеткен деген теория бар. Тағы да бір теория айтып кетейін. Осы адам Майнкрафтты шығарған және интернетте мынандай ақпараттар өте көп кездеседі. Осы адамның баласының аты Стив болған және ол Майнкрафтты шығармастан алдын. Сол бала Стив деген разработчиктің баласы орманда 7 күн бойы адасып жүріп, 7 күннен кейін қайтыс болған. Сондықтан да соған баласына арнап осы ойынды шығарып, главный геройдың атын Стив деп қойған деген мәлімет бар. Көбісі бұл ақпаратты өтірік, тіпті бұл разработчиктің баласы жоқ деп айтып жатады. Бірақ ол оқиға басқа разработчикке тиесілі болуы да мүмкін. Осымен достар, Майнкрафт ойынының ащы шындықтары туралы видеомыз соңына келіп қалды. Видео ұнаған болса, подписаться деген қызыл кнопканы басып, жанынан шыққан қоңыраушаны басып, осы видеоға лайкты басып кетіңіздер. Және өздеріңіздің ойларыңызбен комментарийде бөлісіңіздер. Ал сіздермен бірге болған Казонимус арнасы. Келесі кездескенше сау болыңыздар, аман жүріңіздер.